Assalamu alaikum, hürmetli көрермендер. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Қазір міне кешкі сауын жүріп жатыр. Сағат осындай 4 кезінде алып келеміз түстен кейін. Қазір сауып аламыз да қайтадан далаға шығарып жібереміз кешкі салқынмен. 9-10-ға дейін жайылады. Сауып алып шығарып жібереміз. Құрғақ тұрады, таза тұрады. Қораның іші ысып кетпейді. Мынаны сауып алдық. Сосын мынаны шығарып жібердік пе, енді мынаған қойып қойдық. Мына жерде биыл қарлығаштар ұялады. Мынау әкесі мен шешесі шығар енді. Жақындасам бірден дауыс шығып кетеді қарлығаштар. Оларға мешат етпейміз. Мінекей осылай достар. Үлкен аса қатты жаңалық жоқ. Бұзаулар өсіп жатыр. Мынау нан. Магазиннен бір нан алып келеміз, осындай нан жабатын дүкеннен. Нан қора дейміз ба, нан ғана дейміз ба сол жерден. Соны осы бір него жібітіп қойып, үстіне жем салып береміз толтырып. Сосын бұзаулар. Достар, бұзауларға береміз осылар. Қазір күн өте ыстық. Таңертең 3 сағат далаға шығарамыз. Сосын кешкі сағат, кешқұрын 3 сағат жаямыз. 7-тен 10-ға дейін, сосын 5-тен 8-ге дейін. Бұзаулар қазір осы. Екі бөліп береміз жемді. Мыналар уже осылай жеп тұр. Жемді, сосын қарбыздың қабығын, жуаның бәрінің қабығын береміз. Осылай бұзаулардың жағдайлар. Мыналар кеш туылғандар үнемі жылда осындай болады. Осы 3-ші айдан бастап туылғандар қанша сүт берсең де осындай болады. Мыналар 1-ші ай, 2-ші айда туылғандар. Қазір бұлардың не жағдайлары. Бұлар уже неолға бордақыға дайын. Бордақыға мыналар дайын. Алдында жемі толып тұрады. Қанша алдына толтырып салып қойсаң да бар ғой, неғымайды. Артық жеп қойып ауырмайды. Өзіне керектігін жейді. 6 айлық бұзаулар. Алла қаласа ұрғашылардың ешқайсысын сатпаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу кеш туылған осы төртеу наурыз айында. Мыналар 1-ші, 2-ші айында қаңтар, ақпанда туылғандар. Барлығын бір режиммен өсірдік. Анасын еміздік. 1 айдай сүт ішті, 30 күннен кейін әстәсе құрғақ сүтке көшірдік. Сөйттік та витамин бердік, витамин уколдарды салдық, далаға көкке шығардық. Май айынан бастап, 1-ші майдан бастап. Бәрі бірдей, бірақ мынау осындай болып қалады жылда. Бірақ өсіп кетеді келесі жыл. Мыналар 1,5 жылға дейін тұрады ғой. Былтырғы бұзауларды кеше осы соңғысын ертең соямыз. Былтырғы бұзаулар 1,5 жасар. Мына үлкендері 1 жаста уже сойылып кетеді ертең. Қыркүйек айында, қазан айында апарып тастасақ бордақыға, сонымен 1-ші, 2-ші айда 1 жасар, 1 айлығында уже сойылады. Осы бұзаулардың жағдайы достар. Қазір үйде
Яғни вообще кеш туылған бұзаулар бар. Оларда біздер әлі еміземіз. Екі мезгіл. Екі сиырға, бір сиырға екі бұзауды еміземіз. Егер ондай қылмасақ, бұл бұзаулар мүлден өспей қалады. Сол үшін ол сиырға азғантай жем береміз, сүті көп болсын деп сөйтеміз да оларды еміземіз. Мінекей. Бір сиыр осында екеуін емізіп тұр. Бір сиыр осы екеуін емізіп тұр осылай қылай. Мыналар 2 айлық бұзаулар. Бір сиыр көтеріп жатыр осылай. Біріншінде емізгісі келмейді, кейін үйреніп кетеді. Мынаны қасына бірінші мына өзінің баласы мынау. Мынау бір 15 күннен кейін мынау туылды. Мына бұзау сиырдікі. Біз қасында тұрып, осыған бер жібердік. Алып кетті әдемілеп. Қазір жақсы. Азғантай жем беріледі. Жем береміз азғантай. Сүті көбірек болсын деп жем береміз. Салып болды. Оны кетеміз да. Шығарып жібереміз. Шықпасын, сеймесін. Далаға барып ішін. Не достар, осындай да бір жолы бар. Қазір жемін жейді. Олар шөпті да жейді, жемді да жейді. Все баланы, загоняем. Давайте, шығыңдар. Шық. Ай, дробленку все сели. Осылай. Ана бұзаулармен жүреді. Жемін жейді, суын ішеді. Далаға шығып жайылады. Кішкентай сиыр екеуін шығарады өстіп. 10 литр, 12 литр береді күніне осы сиыр. Соларға жетеді. 5-6 литрден ішеді күніне. Таңертең 3 литр, кешке 3 литр сол жетеді. Вообще. Болды. Осылай қыламыз. Шығарып жібереміз, кеттік. Үш сиырды сауып алдым, сүтін құйып алам. Сүтті құйып алам. Мына жақ болды енді. Мына жақ болды. Шығарып жібердік сауғанды. Енді осы сиыр үнемі осы қорада сиетті осылай. Мыналардың барлығы құрғақ, тап-таза болып тұрады. Мына жер бар. Осы сиыр үнемі сиет. Мына канализацияны. Мына астында канализация труба. Осы жерді ғана тазалаймыз. Жазменен қалған жерлер тимейді. Именно осы сиырдың астын тазалаймыз. Білмеймін. Әбір сиырлардың емшегін сүртіп қояйық. Жумаймыз, просто сүртеміз, дайындап қоямыз. Қалтама салғаннан басылып кетіп жатыр. Міне осылай сүттерді әкеп құйып кете берем. Сүт азайды. Осы морозильникке салып қоямыз.
таң атқанға дейін қазір әйелім қайнатады 20-30 литр. Қалған таң ертең не қыламыз, тартамыз. Мына су алып келіп алам қазір. Мына жерде мінекей байып істеп жатыр. Мінекей құрт жасап жатыр. Мынаны Алияс деген ба? Күшті. Айраны. Құрты бар. Қызыл түсті. Мынау корзинкілерге, ұлттық тағам ретінде корзинкілерге қыз ұзату. Соларға осыларды қосады, тары қосады, құрт қосады, ірімшік қосады. Және не қосасын? Рафаэлла саламыз. Бәрі сүт өнімдерінен. Сүт өнімдерінен. Енді корзинкаға әдемі қосылып өрнек. Әдемі ою қып, мынандай қып. Грамм өлшеп алады. Құрттарды осылай жасайды. Сосын не тұр? Домалақ құрттар да бар. Домалақ қазір бәрі сиыр не қасын. Сиыр сауып бәрін болғаннан кейін шай ішіп алып тағы отырамыз ғой. Мінекей. Мынандай гүл бар, насатка. Мынандай насаткілер бар. Анан көрсет та кәне. Міне мынаның ішіне бүйтіп салады да. Басады не. Осындай болады не достар. Қой, мешат етпейін, жұмысымды істей берейін дәлше. Енді апарып, су апарып, емшектерін жуамыз, аппарат жуамыз. Мешат етпей ақ қойық. Жұмысын істей берсін. Ал енді бізде жұмысымыз істейміз. Менің жұмысым осы сиырларды сауып, сүтті әкеліп, бәрін дайындап берем. Әйелім осындай құрт жасайды, ірімшік қылады, май қылады, бринза, қаймақ сөйтеміз да. Мен ертең қалаға апарам. Ертең дүйсенбі ма? Айлық алып атқан уақыт қазір. Сөйтіп қалаға апарып сатамыз, мәшімен апарып. Қазір жақсы болды ғой, жарнама. Қалада жарнама, WhatsApp группаларға қосылады, тастайды әйелім. Жарнама группаларға заказ береді, сол тапсырыс бойынша апарып тарқатамыз, қысқасын айтқанда. Бала бақша бар, больницалар бар. Сол жерге апарып тарқатып шығамыз. Қарызға береміз, уже таныстар неше жылдан бері. Сөйтеміз да, осылай сатамыз. Мына жақ толық болды. Аппаратын жуып, сиырларды шығарып жібердік. Сүтті апарамыз. Мына жақта соңғы сиыр қалды. Мына болды. Мына сиыр қалды. Мына әлі бұзаулаған жоқ, сонда да кіріп кете береді күнде. Орнына келіп жатады өйстіп. Міне достар, осылай. Аса қатты жаңалық жоқ. Сол күндегі осы тіршілік, тықыр-тықыр, жыбыр-жыбыр. Техникалар сынды, осыларды істедік. Мынаның аппаратын барып ремонттап, регулировка болдық. 4 форсункасын ауыстырдық. Ертең шөпке шықпасақ қиналмай жүретін. Қазір дауысы жұмсақ болды, күшті істеп тұр. Сосын мына 53-тің жаңа головкідегі прокладканы үрле жіберді. Глушительге ақ түтін ағып кетті. Ақ түтін, пар ақты. Головкасының прокладкасын ауыстырдық. Екеуін ауыстырып, клапандарды регулировка қойдық. Енді қазір жақсы жұмыс жасап жүр. Мынау да әйтеуір жем тасиды. Осы да жұмыс жасап тұр.
жем тасиды, қыста қар күредік. Ертең жем саламыз осымен. Бұқаларға жемді алдындағы ковшымен саламыз. Малды сойған кезінде ішек қарынды осымен апарып тастап келеміз мусорға. Ол да тым жақсы. Әйтеуір қолмен жұмыс істемейсің. Қолмен жұмыс істей берсең шаршайсың. Ләжі болса техникаларға. Сол мына алдыңғы тормозы ұстамайтын еді. Алдыңғы тормозын істедік. Цилиндрін ауыстырдық. Трубкасын ауыстырдық. Сөйтіп ауасын шығарып қойдық. Осы кейінгі 10-15 күндікте істеген жұмыстар. Осы күндегі айдаймыз я. Күндегі таусылмайтын ауылдың тіршілігі. Ертең дүйсенбі күні барып заттарды сатып келеміз, қалаға барып келеміз. Бүгін әйелім заказдарды алып жатыр. Ірімшік, бринза, қаймақ, май, құрт барлығын неғыламыз сол. Огород жоқ биыл. Жылда огород. Биыл уже күшіміз жетпей қалды. Шаршап кеттік шынын айтсақ. Достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қош сау, аман болыңыздар.